Облыс әкімінің бірінші орынбасары Шалқар Байбеков Германияның Қазақстандағы елшісінің тұрақты орынбасары Ульрих Киннені қабылдады. Германия елшілігінің гранттық қолдауының арқасында қажетті үй-жайларды жабдықтауға бөлінген 2,5 миллион теңге сомасында Семей қаласында дамуында ерекшеліктері бар балалардың ата-аналары қоғамдық бірлестігінің базасында психикалық ауытқулары бар балаларға арналған әлеуметтік бағдарлау кабинеті ашылды. Кездесу барысында облыс әкімінің бірінші орынбасары Ульрих Киннеге ризашылығын білдіріп, осы орталықты құруға Германия елшілігінің қосқан үлесі маңызды екендігін айтты. Семей қаласында санитарлық тазалық жұмыстары күн сайын жүргізілуде. Сонымен қатар қала ішінде қураған ағаштарды кесу және жас көшеттерді отырғызу жұмыстары да белсенді түрде іске асырылуда. Қала әкімі Нұрбол Нұрсағатов пен қалалық полиция бастығы Қайрат Әбдіғалиев білім бөлімі өкілдерімен бірлесіп балалардың мектепке баратын жолдарының қауіпсіздігін тексерді. Біздің басты міндетіміз мектептерге апаратын жолдарды қауіпсіз әрі ыңғайлы ету. Біз бірнеше білім беру нысанын тексердік, олардың айналасындағы аумақтарда жол белгілерін жаңартып, жылдамдықты шектеу туралы ескерту белгілерін орнату қажет деді Нұрбол Нұрсағатов. Жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған Сымбат Қайратқызы Семей таңы YouTube арнасына тіркеліп, маңызды жаңалықтардан хабардар болыңыздар.